Гүлбира қызым, қалайсың? Жағдайың жақсы ма? Аман есенсің ба? Мен саған бір күшті жаңалық айтайын ба? Мен өткенде барып ағам ғой, офистан, біздің Астананың офисынан ше, жантақты. Мына оң қолымды көтере алмайтын ғой мен. Содан осы оң қолымды көтеріп, денем жеңілдей бастады ғой. Мынау күшті әсер етіп жатыр маған. Күнде азында аш қарынға бір рет қана ішіп жатырмын, бірақ. Солай ғой, негізі ішу солай шығар. Солай, сенен сүйінші сұрайын деп звондағам. Ой, жазып отқан жерім ғой. Қай күні жазайын деп едім, сенің нөміріңді таппадым. Қазір тауып алдым ғой статустықтан. Әсер етіп жатыр, доча. Күшті әсер етіп жатыр. Аллаға мың шүкір. Мен баста сенбегем. Қойшымдан түрі де бір түрлі ғой, не деген масқара бұл деп баста сенбегем. Соны қалай іштім, мына оң қолымды кәдімгідей көтердім ғой. Туалетке кіргенде оң қолыммен бүйтіп ананы мынаны бүйтіп ұстайын десең, оң қолымды ұстай алмай, көтере алмай жүргем қазір. От души көтерем оң қолымды. Күшті екен, тағалып шу керек болып тұр. Пока бар. Енді ақша қазір рет болмай тұр ғой, ақшаның реті болса пакетті көтеріп 60 мыңға көтерем ба, 150 мыңға көтерем ба, бірден көтеріп қайтып кіріп аламау деймін. Пақамнан ішіп жатырмын, іше берейінші, көрейін. Көрейін болғанда жақсы әсер етіп жатыр, Аллаға мың шүкір, тәубе.